Қалайсыздар ағайындар, қалдарыңыз қалай денсаулықтарыңыз, үй іш бала қалай, аман есен өсіп жатсыздар ма? Тиктоктың әңгімесі, ютубтың әңгімесі болып жатқан әңгіме Тұрсын мен Баянның әңгімесі болып отыр. Білесіздер, білмейсіздер, көрген шығарсыздар. Ай жаппай қазағым көрді ғой, ондай нәрсені бәріміз көреміз ғой. Көп жігіттер өзіне сәл болсын мотивациялық деп ойлаймын. Хотя бы үйінің алдына времянка жалғасақ та особняк қылайық депші. Молодец. Қазағымның жігіттері жігітсіңдер ғой, былайша айтқанда. Бір ауыз сөзбен айтайын. Бұл жерде айтқым келіп жатқан не? Сол кісілердің жаңа көрсеткен үйін, коттедж, особняк кім қалай айтады, сөйтіп айтсын. Мықты. Тұрсын, братан, базар жоқ, сен красавчиксің. Әңгіме жоқ. Ондай жігіттер, ондай нәтижемен мықты, былайша айтқанда. Одан да ары қарай дамый беріңіз, ала беріңіз, сала беріңіз, былайша айтқанда. Бұл жерде жаныма шығаны, білмеймін, біз дұрыс емес жаққа кетіп барадық та. Әсіресе мынау жап-жас қара көз қарындастарым. Бесіктен белдері шықпай жатыр. Осындай тұрсын, маған жігіт бұйырсын. Осындай жігіт болса тиер едім. Ана кісі деп тұрған жоқ, уже жігіт болып кеткен ғой ол. Если сол особняктың есігін ашатын болса, жүгіріп барайын деп тұрша. Білмеймін сонда қандай оймен, ол өзіңді өзің сатқанмен тең деп ойлаймын мен. Сіздер қалай ойлайсыздар? Сонда ақша құмар өліп қалғансыңдар ма? Қойшы, біз қойшы аларымызды алып, саларымызды салып тастаған адамбыз. Просто жаңадан үйленейін деп жүрген жігіттердің талайының сағысынды деп ойлаймын. Жаңадан машина алып, енді бір тірлік бастайын деп жатқан жігіттер, үйленетін жігіттер сыны кетпесе де жаңағыдай кішкентай қыздардың жазып отқанына қарап көңіліне кірпік түседі деп ойлаймын. Менің өзім точно енді үйлене алмаймыз, бірақ жаман көңіліме тиіп қалды да, сондай қара көз қарындастарым кіп-кішкентай болып, жаңа тағы айтыламын, 20-22 жастағы қыздар түк көрмеген, аш болып өскесіңдер ма, өмір уақимен түсінбеймін. Қойына кіріп кетейін деп тұр да, былайша айтқанда, қойына кіріп кетейін деп тұр. Мен түсінем, 50 жастағы, 60 жастағы қыз келіншектер жазып атса, примерно теңдес қой, өздерінің әңгімесі ғой дейтін да. Ал жап-жас өрімдей қыздар, жын ұлы сөзді ұят жоқ, қойына кіріп кетейін деп тұр. Ол Тұрсынның емес, вообще сондай қалтасы қалың жігіттерге көп кіріп кетейін деп тұр да. И соны жазып отқан өзімнің қара көздерім болғаннан кейін, өзімнің қара көздерім асын сызып айтайын. Өзі бар ғой, басым жарылып атыр да. До такой степени сонда мал болып кеттіңдер ма, былайша айтқанда? Нормально жігітке мотивация беріп біліңдер. Олар асып кетпесе, содан кем тұрмайтын жігіттер толып атыр, қазақ жігіттер. Қазір үйленбей жүргендердің мен түсініп қалдым. Бәрі сол ақшаға кеп тіреліп атыр да. Үйленіңдер, жігіттерге мотивация беріңдер. Жасайды жас жігіттер. Пресс ақшаң жанында жатқан жақсы ма, или білмеймін, өзіңнің тең-теңмен, тезек қабымен деген әңгіме бар. Мен миым жетпейді, вообще бар ғой, түсінбедім. Ал тағы айтылып айтам, ол кімді алды? Ол Баянды алды. Баяндай болуаңдар. Көшеде жүрген біреуді аласаған жоқ, Баянды алды. Асын сызып айтам тағы. Амау мұнау емес. Кім қалай ойлайды, жазыңдаршы осы мәселені. Талай жастар, талай үйленіп алғандар даже. Дұрыс қабылдаңдар бұндай дүние деген нәрсені. Әйтпесе көкіректеріңе, жүректеріңе, миларыңа көп алатын болсаңдар, араларың чытнап кетеді негізі. Дүние деген нәрсе, жетуіміз керек, табуымыз керек, табысты болуымыз керек. Базар жоқ, әңгімесі жоқ. Әр қазақ жігіттері мықты болсын, бай болсын. Бірақ қара көз қарындастарым, қыз келіншектер, жігіттердің сағын сындырмаңдар, былайша айтқанда. Қалай ойлайсыздар?